Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия спорттық морфология негіздері пәні бойынша 15-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы дене жаттығулары мен спорттық морфология. Дәрістің жоспарында қарастырылатын сұрақтар: бірінші, спорттық морфологияның әдістері; екінші, бой жазу жаттығуларының маңызы; үшінші, анатомия, физиология ғылымына үлес қосқан ғылымдар. Яғни, мұндағы 15-ші лекция жалпы анатомия спорттық морфология негіздері пәнінің соңғы қорытынды дәрісі. Бұл дәрістің мазмұны толықтай өткен сабақтармен байланыстыра отырып, пәнді қорытынды жасау дәрісі. Қарастырылатын бірінші сұрақ: спорттық морфологияның әдістері. Спорттық морфологияның әдістері антропометриялық дене салмақтың компоненттерін анықтау, антропометрия және педометрия, динамометрия, дене түрлерін анықтау спорттық морфологияны зерттеуге үлес қосады. Антропометрия адамның дене мүшелерін өлшеу арқылы оның дене құрылысына тән жыныс және жас ерекшеліктеріне жан-жақты анықтамалар беретін зерттеулердің негізгі тәсілдерінің бірі. Дене тәрбиесі оқытушылары, жаттығушылары оқу-жаттығу үрдістерді спорт жаттығуларды ғылым арқылы құрау үшін, спорттық нәтижесін жоспарлау үшін спорттық морфологияның маңызы ерекше. Жеке ағза сыртқы ортаның құбылмалы өзгерістеріне үнемі бейімделуі арқылы дамиды және жоғарғы сатыға көтеріледі. Бейімделу, адаптация қоршаған ортаның құбылмалы әртүрлі жағдайларында ағзаның икемделуі. Ол жасушалық, ұлпалық, мүшелік, жүйелік және ағзалық деңгейлерден өтеді. Сөйтіп, туа пайда болған немесе жүре пайда болған икемделу әрекеттерінің барлық түрлерін көрсетеді. Петр Францевич Лесков өзінің өмір сүру жылдарында жеке ағзаның спорттық анатомиялық және физиологиялық дамуына байланысты ғылым жетістіктерін ескере отырып, педагогикалық теорияны жаңғырту идеясын жүзеге асырған. Лесков биология ғалымы, педагог, ірі қоғам қайраткері. Ол дене тәрбиесінің даму тарихын және оның теориясын жазды. Ол дене тәрбиесінің басты ұстанымдары мен жағдайларын зерттеді. Өзінің 2 томдық мектеп жасындағы балалардың дене тәрбиесіне басшылық деген еңбегінде дене тәрбиесінің әртүрлі жүйесін терең сынап, өз жөнінде өз теориясын жасады. Лесков ақыл-ой жұмысының дене шынықтыру жаттығуларымен және ойындарымен алмастырып отыруын талап етеді. Сонымен қатар ол балаларға ауыр гимнастикалық жаттығуларды орындатудан сақтандыруды, көбінесе табиғи қозғалыстарды, жүгіру, жүру, секіру, ойын тағы басқаларды ұсынды. Екінші, бой жазу жаттығуларының маңызы. Дене тәрбиесі мен спорттық жаттықтыру алдында температуралық гемостазды реттеу үшін тірек қимыл және ішкі жүйелер дайындығының, яғни бой жазудың маңызы өте зор. Бой жазу немесе бой қыстыру дегеніміз жарысқа немесе жаттықтыру сабағының негізгі бөліміне түсер алдында орындалатын жаттығулар. Бой жазудың жарыс немесе жаттықтыру әрекетіне жағымды ықпал ету механизмдері сан алуан. Мұндағы бірінші, бой жазу вегетативтік жүйке орталықтарының үлкен ми сыңарлары қыртысы жүйке орталықтарының қозғыштығы жоғарылатады, ішкі секреция бездерінің қызметін күшейтеді. Осының арқасында келесі жаттығуларды орындау кезінде қызметтерінің оптималды реттелуі үрдістерінің тездетілуі үшін жағдай жасалады. Яғни суретте көріп отырғандарыңыздай
жүйке жүйесінің шеткі жүйке жүйесі, яғни автоматты түрде жұмыс атқару қызметтері жаттығу мен дене жаттығулармен айналысқан кезде өзгеріске ұшырап отырады. Сондай-ақ үлкен ми сыңарларындағы ақпараттарды қабылдау орталықтары арқылы ағза өзін өзі басқарады. Яғни осында өткен сабақтармен байланыстыра отырып, сіз вегетативтік жүйке жүйесін, үлкен ми сыңарларын, ішкі секреция бездерінің қызметтерін еске түсіру тапсырмалары міндеттеледі. Келесі, екінші бой жазу, оттегі тасымалдау жүйесінің тыныс алу мен қан айналу барлық мүшелердің қызметін күшейтеді. Өкпе альвеолаларынан қанға оттегі жылдамдығы, жүректің минуттық қан көлемі, қан қысымы, веноздық қайтарылу жоғарылайды. Өкпедегі жүрек қанқа бұлшықеттеріндегі капиллярлық торлар кеңейеді. Бұлардың барлығы ұлпалардың оттегімен жабдықталуының күшеюіне және сәйкесінше бабына келу кезеңінде оттектік тапшылықтың азаюының алдын алу қарастырылады. Яғни өткен сабақпен байланыстыра отырып, бой жазуда, яғни кіші қан айналым шеңбері мен үлкен қан айналу шеңберінің қызметтері еске түсіріледі. Сондай-ақ тыныс алудың сандық көрсеткіштері міндетті түрде қайталауға сізге міндеттеледі. Үшінші, бой жазу, яғни тері қан айналымын күшейтеді, жылу шығаруын жеделдетеді. Келесі жаттығуларды орындау кезінде дененің шектен тыс қызуын алдын алу, жылу реттеуге жағымды ықпал жасайды. Төртінші, бой жазудың көптеген жағымды әсерлері. Дене мен әсіресе жұмыс атқарушы бұлшықеттер температурасының жоғарылауымен байланысты. Сондықтан бой жазу көбінесе бой қыздыру деп те аталады. Ол бұлшықет құрлығының төмендеуіне, олардың жиырылуы мен босаңсуы жылдамдығының жоғарылауына мүмкіндік береді. Бой жазу тер шыққанша жүргізілуі қажет. Осыдан спорттық ортада қалыптасқан термин денені қыздырудан соң тер бөліну, жылу реттеудің қажетті деңгейін ұстап тұруға, сонымен қатар бөліп шығару қызметтерінің жақсы қамтамасыз етілуіне әкеледі. Яғни денені қыздыру, бөліп шығару мүшелерінің қызметіне өз деңгейінде үлес қосады. Яғни бөліп шығару қызметі бұл өткен сабақтармен байланыстыра отырып тері қызметі, өкпе қызметі, бүйрек және ас қорыту жүйесінің қызметтерімен тікелей байланысты. Жоспарда қарастырылатын үшінші сұрақ, бұл анатомия, физиология ғылымына үлес қосқан ғалымдардың еңбектерімен өткен сабақтың бөлімдерін, яғни негізгі сұрақтарды байланыстыра отырып, өткен сабаққа қайталау жасау. Мысалға, Иван Михайлович Сеченов физиологияның атасы деп санайды. Ол ми рефлекстер еңбегін жарыққа шығарған. Бұл кісінің еңбектерін, қызметтерін, өмір жолдарын зерттей отырып, орталық жүйке жүйесі, рефлекс деген өткен сабақтағы негізгі сұрақтарға тоқталу сізге міндеттеледі. Келесі ғалым, бұл Гиппократ. Гиппократтың, яғни ми сауыты мен ондағы жалпақ сүйектерді жіктеуі, сүйектер құрылысының қызметін толықтай зерттеген ғалым. Бұл жерде сізге міндеттеледі, бас сүйектері қандай анатомиялық құрылымнан тұрады, ми сауытының бөлімдерін еске түсіріп қайталау сұрақтары сізге міндеттеледі. Келесі, атақты ғалым биолог, Нобель сыйлығының лауреаты Илья Ильич Мечников. Яғни бұл қан құрамындағы лейкоциттердің күресуі, яғни фагоцитоздың айқындалуы, қандағы жасушалардың қызметі туралы зерттеген жан-жақты ғалым. Бұл ғалымның зерттеу нәтижесінде біз өткен сабақта қан құрамы
қанның жасушалары, ондағы лейкоциттердің қызметтері туралы қайталап тапсырма сізге міндеттеледі. Келесі Клавди Гелен. Клавди Гелен бұл мидан тарайтын 12 жұп, 7 жұп, яғни жүйке жүйесінің қызметтері туралы, яғни ондағы бұлшықеттердің, бауыр, бүйрек, қан тамырларының қызметі туралы зерттеген ғылым. Бірден-бір шеткі жүйке жүйесі, яғни ми мен жұлыннан тарайтын жүйке талшықтарының қызметтері туралы сізге өткен сабақты қайталау міндеттеледі. Уильям Гарви, ағылшын дәрігері, анатомик. Бұл ғалым үлкен қан айналымы шеңбері мен кіші қан айналымы шеңберінің тұйық екенін, бүткіл ағзаны қан айналым шеңбері арқылы оттегімен қамтамасыз етілуі, біртұтас ағза қызметінің айқындалуы туралы, яғни физиология ғылымының негізін салушы ғалым еңбектерін оқи отырып, сізге үлкен қан айналым шеңберінің қызметін қайталауға тапсырма ретінде міндеттеледі. Келесі Иван Петрович Павлов, физиологиясының дамуына үлкен үлес қосқан ғалым. Адам мен жануарлардың жоғарғы жүйке жүйесінің қызметін, қан айналымының реттеуін зерттеген ғалым. Мұнда сізге үлкен ми сыңарларының қызметтері, яғни үлкен ми сыңарларының бөлімдері, яғни 4 бөлімнен тұратыны, ондағы әрбір сырттан қабылданатын ақпараттардың қай аймақтарда талданатынын еске түсіру тапсырмасы міндеттеледі. Келесі Иван Михайлович Сеченов, яғни физиологияның атасы деп есептеледі, қанда еріген газды алғаш рет зерттеген ғалым. Яғни орталық жүйке жүйесінің тежелу, яғни ми рефлекстерін зерттеуші ғалым. Бұл слайд сіздер қайталанып кетті, яғни бұл жерде қосымша сізге шартты және шартсыз рефлекстер, яғни рефлекстің не екенін және оның шартты және шартсыз рефлекстердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдау міндеттеледі. Алдыңыздағы тапсырмада, яғни QR-кодта Wordwell платформасында кері байланысқа сізге сұрақтар берілген. Онда бірінші QR-да қан, ішкі орта, жүрек тақырыптарына қатысты сұрақтар қойылады. Екінші QR-кодта қан тамырларға қатысты сұрақтар қойылады. Сол бойы осы QR-кодтар арқылы жауап беріп, өзіңіздің біліміңізді тексерсеңіз болады. Тексерудің нәтижесі жеке платформаның есебінде шығарылады. Қорыта айтқанда, физикалық жаттығулар адам ағзасының морфофункционалды жағдайына әсер ететін күшті фактор болып табылады. Спорт морфологиясы жүйелі дене жаттығуларының әсерінің мүшелер мен жүйелерінің құрылысы мен қызметтеріндегі өзгерістерді зерттейді. Тұрақты жаттығулар бұлшықет массасын дамытуға, жүрек қан тамырлар және тыныс алу жүйелерін, тірек қимыл аппаратын және дененің бейімделу механизмдерін жақсартуға көмектеседі. Спорттық морфологияның негізін білу, оқу-жаттығу процесін сауатты құруға, жарақаттанудың алдын алуға және жоғарғы спорттық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен дене шынықтыру жаттығулары мен морфологиялық өзгерістер арасындағы байланыс дене тәрбиесі мен спортқа ғылыми негізделген көзқарасқа негіз болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.